Жыл 12 ай күні-түні тынымсыз еңбек ететін құтқарушылардың еңбегі орасан зор. Ел игілігі жолында кәсіби міндетін бұлжытпай орындап, қызмет бабында қайсарлық пен өжеттік көрсетіп, адам өмірін түрлі апаттар мен қауіп-қатерлерден сақтап қалуда аянбай еңбек етіп жүрген құтқарушылардың ерлік істерін өскелең ұрпақ білген жөн. Осы мақсатты ұстанған жас құтқарушыларда қонақта телевизиялық жобасы жергілікті құтқарушыларды жалпақ жұртқа жақынырақ таныстыруда. Кезекті телевизиялық жоба 1 наурыз дүниежүзілік азаматтық қорғаныс күніне арналып, эфирлік қонаққа Екібастұз қаласы бойынша төтенше жағдайлар басқармасы азаматтық қорғаныс тобының офицері аға лейтенант Қуаныш Баймамыров арнайы шақырылды. Сам азарт. Осы мамандыққа деген қызығушылық бала күнімде басталған еді. Менің әкем өрт сөндіру қызметінде еңбек етті. Әкеме қарап, мен үлгі алатынмын және мектепте үгіт-насихат шараларын жүргізетін жас құтқарушылар сапында болдым. Міне содан мен осы салаға одан да бетер қызығып, осы мамандықты таңдадым. Әке көрген оқ жонар демекші, әкесінің жолын қуған Қуаныш Мұхтарұлы осылайша осы салаға қарай бет бұрады. Көкшетау қаласындағы техникалық институтында 4 жыл білім алып, 2021 жылы жас лейтенант Екібастұз қаласындағы төтенше жағдайлар басқармасының азаматтық қорғаныс тобының офицері қызметіне тағайындалады. Содан бері адал еңбек етіп, аға лейтенант шенін алып үлгерген құтқарушының өмірі мен мамандығы жайлы сыр сұхбаттың толық нұсқасын сіздер Екібастұз қалалық телеарнасының эфирінен көре аласыздар.